Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай шаблон жасап көрсететін боламын, және бұндай шаблондарды қай жерден алу керектігін айтамын. Ең алдымен бізге Pinterest программасын ашу қажет. Pinterest программасын ашамыз. Ашқаннан кейін астында поиск деп тұр, сол поискқа басасыздар. Поискқа басып, шаблон для бомбонерки деп жазсаңыз, әр түрлі шаблондар шығады сізде. Көптеген шаблондар бар бұның ішінде. Қазір сіздермен бірге бір шаблонды таңдап алатын боламын ішінен. Міне мынандай тортиктің шаблоны бар екен, мынандай сердечко бар екен. Міне осындай сердечканы жасап көреміз бүгін. Оның шаблоны міне астында тұр екен. Осы шаблонда төбесінде 3 точка тұр. Төбесінде 3 точка бар тұр. Соған басып, скачать изображениеға бассаңыздар, осы шаблон сіздің уже галереяңызда тұр. Енді Eraser деген программаны ашып, ол жерге өзіміздің шаблонымызды енгіземіз. Ішіндегі фонды пустой қылу үшін ішіндегі суреттерін алып тастаймыз. Осының ішіне сіз любой қалаған түсті қоя аласыз енді. Міне Eraser деген программаның ішіне кіріп қарасаңыз, өзіңіз түсінесіз. Міне суретке бастымда осы пустой пинді создавать етіп алдым. Міне енді пустой сохранить етіп алғаннан кейін енді PicsArt программасын ашамыз. PicsArt программасын ашып, все фотоға басып, фоны дегенді таңдайсыздар. Мысалы, қыз балаға бомбонерка болады, сол үшін розовый фонды таңдап аламыз. Мына жерде маған керек розовый жоқ, сол үшін бірінші тұрған радугаға басасыз, өзіңіз фонды создавать етесіз. Мысалы, осында розовый алып келдім, енді қазір соны нежно-розовый қылып жасаймын. Міне примерно осындай керек маған. Сохранить етіп аламын. Міне енді стрелкаға басқаннан кейін біздің фонымыз розовый на PicsArt'ың ішінде тұр. Енді добавить фото деп басасыз, жаңағы пиніңізді қоясыз, клеопардыңызды. Міне, ол уже розовый фонға енгізілді. Сіз мысалы қандай көк түс қойсаңыз, көк түс болады, ақ түс қойсаңыз, ақ түс болады. Ақ түс бізде бар уже. Біз ақ түс ретінде сақтап алдық қой оны. Енді қойып болған соң, обрезочқа басып, екі шетін белға дейін қиып аласыздар. Міне, готовым басқаннан кейін өзіміздің шаблонымыз дайын, біздің шаблон дайын. Енді оған стикері деген астына стикерді басып, стикерді тауып аласыздар. Сіздер өздеріңіздің қалаған стикерді қойсаңыздар болады. Мысалы, мен былай қойайын ба, немесе қайтадан стикерға басып, малыш деп жазамын қазір. Малыш деп жазғаннан кейін әртүрлі шаблондар шығу керек, детский. Міне осындай қыз маған керек болған. Енді наны кішкене жоғарыға қарай қоямда, қызды кішкене шетіне қоям, главный қылып. Наны жай төбесіне қоям. Бұны алып тастасаңыздар да болады. X-қа басып көріп тұрсыз ғой, X деп тұр, соған X-қа басып алып тастаса да болады. Ордан басқа бір нәрсе қояйық. Мысалы, міне мынаны қазір бұрып аламын. Төбесінде 4 пүшті тұр, соған басып, копия дегенді басасыз, мынау суреттің копиясын жасап қоя саласыздар келесі бетіне. Келесі бетін жасамасаңыздар да болады, бір бетті ғана жасай салса болады. Енді рамка деп жазып, рамка таңдап аламыз. Осының ішінде көптеген рамка бар. Соның біреуін өздеріңіз қайсысын ұнайды, соны таңдап аласыздар. Міне мен қазір осы жерден таңдап алам PicsArt'ың ішінен. Маған примерно осындай рамка керек болады. Міне осындай рамканы аламда, шетіне қоя саламын. Және оған граница жасаймын. Сол рамканы қояр кезде граница деп тұрады астында. Сол границаға басып, өзіңізге керек цветті таңдап аласыз. Мысалы, жаңағыда розовый цвет таңдаймын. Менің рамкамның обводкасы розовый болды. Енді келесі бетіне жаңағыдай копия жасап, келесі бетіне қоя саламын. Міне жасау өте оңай, біздің шаблонымыз дайын. Енді текстқа басып, любой сіз қалаған жазуды жазсаңыз болады астынан. Мысалы, мен осындай жазу жазайын, балайым деп.
балайым деп жаздым. Енді соны цветін дұрыстаймыз. Жазуды жасағаннан кейін астында цвет, заливка, изгиб, обводка барлығы тұрады. Қазір белый цветті таңдадым. Енді обводкасын мен розовый қылам. Сіздер қалаған цветті жасасаңыз болады. Міне осылай жасап шықтым. Енді төбесіне стрелка тұр, соған сохранить етіп алдым. Келесі бөлімінде тойға арналған шаблонды жасайтын боламыз. Обязательно көріңіздер.